интегралдарды есептеген кезде жаңа айнымал енгізу әдісі қолданылады. Ол қай уақытта қолданылады? Егер бір функцияның аргументінің туындысы екінші функцияға қатысы бар болса, мысалы, интеграл x-тің кубы көбейтілген синус x-тің 4 дәрежесі, dx x-тің 4 дәрежесі болады, синустың аргументі. Жаңа айнымалын енгіземіз. Синустың аргументінің туындысы қатынасы бар. Яғни x4 дәрежесін біздер т деп алатын болсақ, x4 дәрежесі туын тапсақ 4x куб. Міне x кубтың x кубке қатынасы бар деген сияқты. Бұл интегралдық айнымалысын қоямыз. Туын табу. Одан кейін т-дан туын тапсақ 1 болады, оны д тағы өтеді болады. Сөйтіп осыдан dx табатын болсақ, dx бізде dt бөлінген 4x куб тең болады. Сонда бізде шығатын интегралымыз x-тің кубы тұра береді. X-тің кубы көбейтілген синус dx-тің орнына нәрсе қоямыз. dt бөлінген 4x куб. Көбейту мұнымен x-тің кубымен x-тің кубы қысқарады. 4-тен 1-ді интервалдың алдына шығаруға болады. 4-тен 1 интеграл синуста dt. Міне, мынадан бізде шығатын нәрсе 4-тен 1 көбейтілген синустың интегралы ол минус косинус т қосылған с тең болады. Т-ның орнына кері x-тің 4 дәрежесін қоямыз. Сол кезде минус 4-тен 1 көбейтілген косинус x-тің 4 дәрежесі плюс с. Так, бұл бізде басында берілген интегралдың жауабы болса. Егер мынадан туын тауып қарасаңыздар, мына интегралдың ішіне өрнек кері шығу керек. Қызық үшін тексеріп көрейік. Мысалы, бізде шыққан нәрсе минус 4-тен 1 косинус x-тің 4 дәрежесі плюс с. Осыдан туын табатын болсақ, бірінші 4-тен 1 жазып қойайық. Минус 4-тен 1 көбейтілген косинусын, бірінші косинустан туын табамыз. Минус синус x-тің 4 дәрежесі көбейтілген аргументі күрделі болғандықтан одан да туын табамыз. Ол 4x куб. Фракцияның туындысы 0-ге тең болады. 4-тен 1 қысқарса, минус минус плюс болып кетті. X кубты алдына жіберсек, синус x-тің 4 дәрежесі шығып тұр. Бұл тек тексеру.